Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Саламатсыздар ма? Біздің аса қадірменді, сондай нәзік ханымдар, және де сондай көркем, табиғат сұлу етіп жаратқан әйел заты. Қазіргі оқиын деп тұрған өлеңім сіздерге арналады. Тақырыбы әйелдерсіз жарық әлем қараңғы. Әйел сұлу, қамқор, пысық, қызығар, жынға тисең тығып алар бізі бар. Әйел ердің сүйсінетін көз салып, құлын мүсін тартар магнитізі бар. Әйелдерсіз жарық әлем қараңғы, күлкісімен емдей салар жараңды. Құшақ-құшақ роза сыйлап мақтау айт, суытпауға тырыссаң шығараңды. Сондай жұмбақ, ғажап, нәзік даражан, сүмбіл қара, қолаң шашын тараған, күтіні ол қағидасы күн сайын айнасынан миллион рет қараған. Әйелдерсіз қалай өлең туады, наз қылығы ренішіңді жуады. Әйел сүйген еркек мүлде өзгеріп, тәуекел деп белін бекем буады. Келін жанжар, ана тану тым қиын, әйел әркез ойлап тұрар шын үйін. Төркінінен ұзап шықса алысқа, жаңаутаудың жасайды ғой шын күйін. Әйелдермен ұрыссаң жеңе алмайсың, түсінбейсің әлеміне ене алмайсың. Әйелдердің бір күнде барлық іске үлгерген көргеніңмен сене алмайсың. Рахмет.